сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық қылып жүрген ізімізді баянсыз байлаусызын көрдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісілер бақпаса не, албырт түрлі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше бағар. Қартайғанда өзім түгіл қызығын көре алмай тұғын, ұры залым келімсектердің азығын бағып беремін деп, аз қалған өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлерге де адам жоқ. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсіз кезде қолына кезін алып отырғаннан не пайда? Мұңдасып шер тарқасатын кісі болмаған соң ғылым өзі тез қартайтатын күйек. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілінде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балалар бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім қалайша бағуды мәнісінде білмеймін. Не бол деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балалармен ілгері өмірін тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керек сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған байландым. Енді бұдан басқа ешбір жұмыс